Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін қыс мезгіліне дайындық айдарын жалғастырамыз. Бүгін өте ерекше көптеген көкөністерді құрайтын дәмді салат даярлайтын боламыз. Бұл салатты дастарханға әртүрлі гарнирмен, суппен ұсынсаңыз, тіпті нанға жағып жесеңіз де ерекше дәмді ас болмақ. Салат үшін бізге 2,5 кг қызанақ, жарты килограмм тәтті қызыл бұрыш, жарты килограмм сәбіз, жарты килограмм пияз, жарты килограмм қышқыл жасыл алма, бір ащы яғни острый перец, 200 грамм сарымсақ, 200 грамм өсімдік майы, 60 грамм тұз, 20 грамм қант қажет. Алдымен сарымсақтың қабығы тез ашылу үшін оны бөліктерге бөліп алып бір ыдысқа саламыз. Содан соң оған ыстық су құямыз. Ыстық судың температурасы шамамен қолымызды батырған уақытта қолымыз күймей тұруы тиіс. Сарымсақты суда 15-20 минутқа қалдырамыз. Негізінен қыс мезгіліне банка жапқан уақытымызда өте көп сарымсақты ашуға тура келеді. Сол кезде осы әдісті қолдансаңыз, уақытыңызды үнемдейді. Сарымсақтың қабығына енген ыстық су оның тез ашылуына септігін тигізеді. Келесі кезекте көкөністерімізді даярлап аламыз. Барлық көкөністерді мясорубкадан өткізетін болғандықтан, оны өзімізге ыңғайлы етіп, кішірек етіп, төртбұрыштетіп кесіп аламыз. Қызыл бұрышты жуып тазалап алғаннан соң, оның ішіндегі барлық тұқымынан ажыратамыз. Одан соң өзімізге ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Қызанақтың басын кесіп аламыз, одан соң оны да өзімізге ыңғайлы төртбұрыштетіп кесіп аламыз. Негізінен бұл салатқа қызанақты да мясорубкадан өткізетін болғандықтан, кез келген қызанақты қолдансаңыздар болады, езіліп тұрған қызанақты да қолдансаңыздар болады. Пиязды да төртбұрышты етіп кесіп аламыз. Негізінен бұл салатқа уксус қолданбаймыз. Себебі осы пияз бен жасыл қышқыл алма оған өзінің қышқыл дәмін береді. Сондықтан салат уксусты қажет етпейді. Сәбізді де ыңғайлы етіп майда бөліктерге бөліп аламыз. Бұл салатқа бір острый перецті қолданамыз. Оны да барлық тұқымынан ажыратамыз. Содан соң оны майда бөліктерге бөліп аламыз. Бұл салатқа негізінен қышқыл жасыл алманы қолданған абзал. Алманы да майда бөліктерге бөліп аламыз. Осымен сарымсақтан басқа барлық көкөністерімізді кесіп даярлап алдық. Турап алған көкөністердің барлығын және алманы мясорубкадан өткіземіз. Барлығын мясорубкадан өткізіп болған соң, оған қант пен тұзды қосып, жақсылап араластырып, орташа оттағы газға қоямыз. Салат қайнағаннан соң газдың отын баяулатамыз. Салатты баяу отта 1 сағат қайнатамыз. Қайнату барысында үнемі қасықпен араластырып отыруды ұмытпаңыздар, себебі салаттың асты күйіп кетпеуі тиіс. Ал осы салаттың қайнау барысында біз сарымсақты даярлап қоямыз. Біз сарымсақты алдын ала суға салып қойғандықтан олар өте тез ашылады. Сарымсақтың артық бас жағын кесіп тастаймыз. Одан соң ашылған сарымсақтардың барлығын сумен шайып аламыз. Келесі кезекте сарымсақты өзімізге ыңғайлы құралмен майдалап езіп аламыз. Мен ол үшін блендерді қолдандым. Блендер болмаған жағдайда терканы немесе пышақпен майдалап кессеңіздер болады. Езілген сарымсаққа 200 грамм өсімдік майын қосып, оны да блендермен жақсылап араластырып алдым. Блендермен араластырған уақытымызда ешқандай түйіршіксіз біркелкі масса болып шығады. 1 сағат көлемінде қайнаған салаттың суы тартылып, қоюлана түседі. Салатқа сарымсақ пен майды қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан соң тағы да жарты сағат көлемінде салатты қайнатамыз. Салат күйіп кетпес үшін газда баяу отта ұстаймыз. Арасында араластырып отыруды да ұмытпаймыз. Осы уақытта салаттан шыққан әдемі иіс мұрынды жарады. Салатты алдын ала стерилизация жүргізген ыстық банкаларға құямыз. Мен стерилизацияны духовкада жүргіземін. Банканы духовкаға сетканың үстіне орналастырамыз. Оның астына су құйылған противенді орналастырамыз. Духовканы 200 градусқа дейін қыздырамыз. Қызған уақытта шамамен 15 минут көлемінде банкаларды духовкада ұстаймыз. Ыстық банканы духовкадан бірден шығармаймыз, себебі олар сынып кетуі мүмкін. Сол үшін духовканың есігін сәл ашып, сәл суытып аламыз. Банкаларды біртіндеп отырып шығарып, ыстық банкаға ыстық салатты құямыз. Банкаға салатты толтырып құямыз, сонда оның ішінде ауа аз мөлшерде қалады да, бұл салаттың жақсы сақталуына әсер етеді. Банка қақпағына стерилизация жүргізу үшін оны 1-2 минут суда қайнату жеткілікті. Стерилизация жүргізген қақпақпен банканы жақсылап жабамыз. Банканы төңкеріп, ол толық суығанға дейін одеяломен немесе пледпен орап қоямыз. Осымен біздің өте ерекше салатымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде осы рецепті пайдаланып, өздеріңізге қысқа салат даярлап алыңыздар. Менің каналымнан сіздер әртүрлі ерекше тағамдардың, торттар мен десерттердің мастер-классын таба аласыздар. Жаңа рецепті жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Менімен бірге болғаныңызға рахмет.